Құрметті жас севліктер, мен сіздермен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Елбасының 2050 стратегиясын білетін боласыздар. Осы стратегия бүгінгі күні Қазақстан 2050 жалпы ұлттық қозғалысына айналды. Егерде аулаларыңызда мәңгілік елдің символикасы жапсырылған жиделі қыздарды көретін болсаңыздар, таң қалмаңыздар, өйткені жалпы ұлттық қозғалыс күшіне енді Атыраудың әр ауласында бақытты отбасы атты үлкен акция өткізілетін болады. Біздермен бірге болыңыздар. Мына мақсат барлық отырған қазақ жастарды ояту. Үлкендер ғана жастарды емес, үйде отырған жастарды компьютерге тығылмай бәрін оятып, біздің бұрынғы топтар болып жиналып ойнайтын еді ғой кезінде, білесіздер, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Соны қайтадан шығару дегенде мақсатымыз бар. Бір ай көлемінде болады. Осының барлығы ойындар, спорттық ойындар, мастер-класстар түрінде барлық қызық заттар болады. Бір ай болады. Бұл деген 65 аулада болады, 16 қаламызда. Бірақ біздің Атырауымызда бір аулада болып жатыр. Осындай қара, алда үлкен пландарымыз бар. Мынандай шаралардың бірі, ең кереметтің бірі, осындай шара бір ай бойы жүреді. Келіңіздер, көріңіздер. Құттай балдар көп. Нұрсаяға рахмет, Қазақстанға рахмет, Атырау облысына бәріне рахмет. Келіңіздер, көріңіздер. Мына Қазақстан Назарбаев школына рахмет. Ойын ұнады. Ойнағанда жақсы болсын ба? Иә. Қандай ойын ұнады? Ақсерек, көксерек. Тағы да болсын ба осындай? Иә. Қатысасың ба? Иә. Атым Жасылан. Осы не кеш ұнады осы. Қай жер ұнады? Осы жер ұнады. Би ұнады ма? Не ұнады? Ойын ұнады. Қандай ойын? Ақсерек, көксерек. Бүгінгі кеш маған қатты ұнады. Маған ақсерек, көксерек деген ойын қатты ұнады. Осындай күнде келіп тұрсын деймін. Бұл не үшін өткізіліп жатыр деп ойлайсың? Бұл бақыт үшін. Бақытты отбасы, иә? Бақытты отбасы. Бірлік үшін. Президенттің стратегиясы, иә? Иә. Естідің ба бұрын оны? Я естідік мектепте оқығанда. Ой, акций очень много. Мы есть на страничке Facebook. У нас есть календарный план. Вот, самая одна из основных есть конкурс по развитию, стратегическому развитию и написанию плана региона. То есть, если есть идеи, молодые люди, если вы прогрессивны, я прошу вступать в наши ряды. Давайте напишем стратегический план развития региона. И победитель данного конкурса встретится на ужине с премьер-министром. И будут даны поручения Акиму Атырауской области, будущему или действующему, я не знаю, потому что акция будет проходить очень долго. Да? И я считаю, что это огромная возможность внести вклад в развитие нашего региона. Если ты житель этого региона, если ты патриот нашей страны, если ты любишь Атыраускую область, то почему бы нет? Спонсирование вообще у нас идет на добровольной основе. Мы общеказахстанское общественное движение, да, то есть мы спонсируемся через спонсоров, то есть у нас нету принудительных взносов. Недавно был в Астане первый форум, он прошел замечательно. Вот, поэтому мы не берем стратегическим планом набрать около 100 тысяч или 200 тысяч членов. Каждый из нас хочет на своем уровне, в своей области просто быть профессионалом и носить вклад в развитие нашей страны. Стратегия жөнінде естідіңіз ба бұрын? Орынбек қайсың? Естіген Үй жоқсыз ба? аспа. 1, 2, 3, Орынбек кет. Керек па, керек емес па? Керек, балалар үшін керек. Ойнап, нетуге жақсы ғой. Алдан қалды. Телевизияны көремін деді, бізде болған жоқ қой Атырауға. Кімді алып кетесің?